Жақында 3-ші дүниежүзілік соғыс басталуы мүмкін. Жақында 3-ші дүниежүзілік соғыс басталуы мүмкін. Америка Құрама Штаттары кемелері Иранды қоршады. Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ын ядролық сынақ өткізді. Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс күшейді. Мен бәріне дайынмын. Енді Иран. Ата, мен соғысты тоқтатам. Сен қалай тоқтатасың? Азамат, балам, сен әлемге әйгілі ғалым бол. Соғысты тоқтат. Жер бетінде бейбітшілік орнат. Әумин. Мен ақ көгершін атты спутникті жасап болдым. Енді соғыста тоқтата аламын. Оны ұшыруға рұқсат беріңіз. Егер бұл спутник адамзатты сақтаса, жер бетіндегі соғысты тоқтатса, мен рұқсат беремін. Сәттілік тілеймін. Азамат. Бүгін түнгі 12-де соғыс басталады. Бүгін түнгі 0:00-де басталады. Әлем елдері басшылары қызыл батырма алдында отыр. Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дональд Трамп. Сағат 00 болды. Ақ көгершін, сізге тапсырма. Жер бетіндегі барлық соғыс құралдарын, ядролық қаруларды, ракеталарды, әскери ұшақтар мен дрондарды тоқтат. Олардың компьютерлері өшсін. Ұшақ ұшпай жатыр. Байланыс жоқ. Сигнал жоқ. Бұл үйін Қазақстаннан ұшқан спутник. Біз тоқтата алмаймыз. Бүгіннен бастап жер бетінде соғыс болмайды. Мұны тоқтатқан қазақстандық жас ғалым Азамат. Иранда соғыс тоқтады. Бейбітшілік орнап, Иран демократиялық елге айналды. Украина, Палестина халықтары ерекше қуанып, туларын көтеріп шықты. Енді соғысқа бөлінетін жер планетасын қорғауға жұмсалуы керек. Арал теңізі қайта толуы керек. Каспий теңізі сақталуы керек. Мұздықтар қорғалуы керек. Біз озон қабатын қорғаймыз деп сөйлеп қана қоймай, іспен дәлелдеуіміз керек. Көгершін. Автор Ермек Жәнібекұлы. Оқу орны. Әбіш Кекілбайұлы атындағы сыныбы 9-шы сынып. Мекен жайы Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Оңды ауылы. Контакт. Телефон +7 775 064 71 25.